сұйық заттар тобы. Ал енді осы топ бойынша бір-бірімізге бүгінгі сабақта тілейтін сәттіліктерімізді айтамыз. Аяла, мен саған тіледім. Бүгінгі сабақта өзіңді көрсете біл. Айгүлем, сен бүгін сабақта 5 ал. Мен саған осы ашық сабақта сен бүгін өте жақсы. Саян бүгінгі күні жақсы өтсін, осы ашық сабақта қорықпай жақсы сұрақтарға жауап бер. Бегас, мен саған бүгінгі ашық сабақта жақсы тілек тілеймін, 5 алып, осы сұрақтардың бәрінен қорықпай жауап бер. Айгүлем, бүгінгі ашық сабаққа белсенді қатысып 5 алып еді. Ері, мен саған бүгінгі ашық сабақтың сәтін тілеймін. Димаш, бүгінгі сабақты 5-ке олып шық. Бүгінгі сабақта сәттілік. Айгүл, бүгінгі сабағың жақсы өтсін, сен өте керемет қызсың. Сен көйлектен жақсы бол. Карбон түйегі мен мақтаға қараңыз. Бұлардың пішіндері мен өлшемдері әртүрлі. Алайда олардың барлығы бір зат, целлюлозадан жасалған. Егер біз объектілерді ұсақ бөлшектерге бөлетін болсақ, олардың пішіндері өзгереді. Бірақ олар жасалған материал өзгеріссіз қалады. Материяның жекелеген осындай түрі таза зат деп аталады. Целлюлоза таза зат. Дәл сол сияқты темір мен көміртекте таза заттар. Суда таза зат болып есептеледі. Ол сұйыққа, су буына немесе мұзға айнала алады. Әр заттың өзіне тән өзгермейтін қасиеттер бар. Сондай қасиеттер химиктерге оларды өзге заттардың ішінен анықтауға көмектеседі. Түрлі заттар өздерінің бірегей әрі ерекше қасиеттер бойынша анықталады. Ондай қасиеттерге заттардың түсі, иісі, физикалық күйі, тығыздығы, балқу температурасы мен қайнау температурасы, тағы басқалар жатады. Сонымен қатар таза заттардың температура, көлем және массаға тәуелді белгілі бір қасиеттері де бар. Егер гранит бөлшегіне Үлкен септігін тигізеді. Таза зат. Так, мен айтам, сосын қайталаймыз. Таза зат, pure substance. Таза зат, pure substance. Қоспа, mixture. Қоспа, mixture. Қант, sugar. Қант, sugar. Тұз, salt. Тұз, salt. Құм, sand. Құм, sand. Ауа, air. Ауа, air. Ал, жарайсыңдар. Енді осы жердегі есімізде қалғанымызды дәптерге түсіреміз, қайталағанымыз бойынша. Өткен тақырыптарды шолу бойынша мен сендерге қазір ыстық допты беремін. Бір секундтың ішінде сендер сұраққа жауап берулері керек. Солай бір-бірлеріне келесіндей акеттерге жауап бере бересіңдер. Ал кеттік. Бірінші. Айгүлім, атом дегеніміз не? Атом дегеніміз адамдардың ең кіші бөлшегі. Дұрыс па? Заттардың ең кіші бөлшегі. Ал келесі. Молекула дегеніміз не? Молекула дегеніміз атомдардың қосындысы. Тез жауап береміз. Ал келесі. Орнымызда тұрамыз. Гималай тауы метрі 8848. Жарайсың. Ең үлкен материк. Ең үлкен материк Еуразия материк. Келесі топқа. Ең ұзын тау. Гималай. Ұзындығы қанша? 8800. Ал, ең ұзын тау Гималай дейді. Дұрыс па? Иә. Дұрыс па? Ойланамыз тағы да.
сабақтар екіге бөлінеді. Біріншісі жай. Белгілейміз. Ал екінші топ ол қоспалар. Қоспалар туралы суретті осы плакатқа белгілейміз. Ал үшінші топ ол бөлу әдістері. Яғни қандай бөлу әдістері бар? Нені тәжірибе ретінде алсақ болады? Соны сурет ретінде көрсетеміз. Мысалға, суға ал сезім жауапты. Таза зат дегеніміз не? Таза зат деген ауадан алынатын таза заттар. Ауадан алынатын таза заттар, дұрыс па? Келесі топ. Ал, Алдамет жауап береміз. Таза зат дегеніміз бұл ешқандай қоспасы жоқ және де табиғаттан алынған заттар. Жарайсың. Ал, келесі топ. Мысал келтіреміз. Таза зат дегеніміз ол мөлдір болады. Таза затқа суды жатқызуға болады. Жарайсың. Ал, Димаш. Мысалға таза затқа суды алсақ, ол суға қант қоссақ, оның ішіндегі татты нәрсені күшті микроскоппен болсын көре алмайсың. Жарайсың. Ал енді қараңдар тақтаға. Біз білеміз, су 100 градуста қайнайды, 0 градуста қатады. Неліктен теңіз суы одан да жоғары? Ручкамен жасалады. Қоспалармен. Қолын ал, салға. Ал, Біз бүгінгі сабақта қазір табиғаттан алғанымды өзінде біз қазір көбінесе тұз бұл табиғаттан алып жүрген таза зат десек, бұл көп йод қосылады екен, соны мен білдім. жарайсың. Ал, Айла. Біз бұл сабақта біздің өзіміздің жерімізді ластамауды білдік және де түрлі қоспаларда зиян заттар ішінде не қосылатынын білдік. Жарайсың. Ал, Саян. Біз бұл сабақта білгеніміз қант өте таза, ал тұзға өте көп спирт қосылатынын білдік. Спирт. Ал, жарайсың. Йод десе, иә. Мейрамбек жауап береді. Біз құмшеге таза, ал тұзға көп йод, сондай заттар қосылатынын білдік. Ал, Димаш. Біз бүгінгі сабақта сұйық заттар, таза заттар және қатты заттарға білдік. Ал, Сезім. Ал мен бүгінгі сабақта таза заттар және қоспалар деген тақырыпты білдім. Мейрамбек. Ал, Айнұр. Ал мен бүгінгі сабақта газдалған сусынға түрлі бояулар мен қоспалар қосылатынын білдім. Ал, Мен бүгін сабақта мысалы таза заттар және қоспалар дегенде мысалы Жақсы қуаныр, отырамыз кән. Ал, керемет. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Бүгінгі сабақты аяқтау үшін ал енді бірінші топ. Газдалған сусынды өткізгіштен құйғанда нені байқадыңдар? Өткізгіш көпірді, сосын өткізгіште не пайда болды? Өткізгіш қызыл түс пайда болды, иә? Ол бізде не деп ойлайсыңдар? ол тұз крас. Демек, Газдар бір-біріне жабысып қалды. газдар бір-біріне бірікті, иә? Ал біздің өткізгішімізде қызыл түс пайда болды, иә? Бұл бізде не? Түрлі Түрлі бояулар. қоспалар, бояулар екен, иә?
осы бояуларды біз тұтынады екен біз. Бұл бізге өте зиян екен, е? Ал енді келесі топ бор мен суды араластырғанда не пайда болды? Бор мен суды араластырғанда бор мен қантты араластырдық. Бұл жерде одан кейін су құйдық. Су құйған кезде бор сарғайып, су сары түске айналды. Жарайсың. Ал үшінші топ сендер не істедіңдер? Біз тұз бен қантты қосып, оған су құйдырған болатынбыз. Бізде қант суға тез араласып, ал тұз болса түбінде қалды. Бізде бұл жерде қант таза зат екені белгілі болды, ал тұз болса ол қоспасы бар екен арасында. Жарайсың. Ал бізге тұзға қандай қоспалар қосылады? Кім біледі? Ал бірінші топ, екінші топ. Ал бүгінгі сабағымыз ұнады ма? Ал енді бүгінгі сабағымыз бойынша мен сендерге өте жақсы деген бағаны қоямын. Қош, сау болыңыз. Екінші топ, қатты заттар тобы. Бізде кім еді қатты заттар тобы? Іңкәр мен Саян. Сендерге қант пен борды стаканға салып, үстінен су құямыз. Үшінші топ. Екі ыдысқа су құйып, біріне тұз, екіншісіне қант саламыз. Құм емес, газдалған сусынды саламыз, екіншісіне қант саламыз. Үстерінде ақылатты бұлғап қоймаңдар. Жақсы болыңдар, отырамыз кән. Ал, керемет, бүгінгі сабақ ұнады ма? Бүгінгі сабақты аяқтау үшін қант пен тұз, газдалған сусын. Тұз екен алды. Біреу ұстап тұрсаңыз, біреуіне салыңыз. Сендер ештеңе басқа ештеңе салмайсыз. Осы бүгінгі тәжірибе жүргізу бойынша әр топтан оқушыларды шығуын ұсынамын. Кім шығады? Мен. Апай біз шығайық. Ал, Бағдәулет пен Аяла шық. Айгүл шық. Келесі топта Саян мен Іңкәр. Сезім мен Айнұр шығамыз. Ал енді Саян сен Ақылаттан бері. бір оқушы жасайды, екінші оқушы көмектеседі. Ал енді келесі жауабымен тексереміз. Бізде тақтада жауаптары тұр. Жауаптары бойынша тапсырмаларымызды тексереміз. Ал газдар тобы бізде таза заттар еді. Ал сендер нені көрсеттіңдер? Біз егерде бұл таптаза жер егерде біз осылай қоқыс тастай берсек, біздің жеріміз ластануы мүмкін. Және де
біздің жеріміз ластанып өте жаман болып жаман ауаға шығуы мүмкін. Сол үшін өз жерімізді ластанмайық. Ал аяла. Ал біздің қазір біздің жерімізде қоқыстарды өз жәшігіне салып, жерімізді ластамай жүрсек, біздің жер қоқыстанбай, ластанбай жүретін еді. Жарайсың. Керемет. Ал отырамыз. Бізде нәтижесінде не пайда болады? Нәтижесінде 2 минут ішінде орындау керек. Дегеніміз, мысалы, темірмен борды араластырса, оны ажырату үшін біз магнитті қолданамыз. Бізде ол кезде бір жағында темір, бір жағында магнит тұрады. Біз магнит пен темірді тартып алу әдісі туралы біз борды магнитті бөліп ала аламыз. Ал екеуінің қайсысы болғанса, ол таза су